Шамалардың үлесін табайық. 2-ден 1 сантиметріміз 5 миллиметрге тең. Себебі 1 сантиметрде 10 миллиметр бар, 10-ды 2-ге бөлесін, 1-ге көбейтесін, сонда 5 болады. 2-ден 1 тоннада 500 килограмм, себебі 1000 килограммды 2-ге бөліп 1-ге көбейтесін, сонда 2-ден 1 тоннамыз 500 килограммға тең. Ал енді санның үлесін табуды пайдаланып, мына шамалардың үлесін тауып көріңдер. 10-нан 1 сантиметр қанша миллиметрге тең? 2-ден 1 километр қанша метрге тең? 2-ден 1 метр қанша сантиметрге тең? Іске сәт. Ал енді өзіңнің жұмысыңды тексеріп көр. Енді келесі тапсырма. 2-ден 1 тоннамыз 500 килограмм болды ғой. Енді 100-ден 1 килограммда қанша грамм бар? 10-нан 1 килограммда неше грамм бар? 2-ден 1 центнеріміз қанша килограмм болатынын тап. Өзіңнің жұмысыңды тексер. Енді уақытқа байланысты үлесті табуды үйренеміз. 2-ден 1 сағатымыз 30 минутқа тең. Себебі 1 сағатта 60 минут бар, 60-ды 2-ге бөліп 1-ге көбейткенде 30 болады. 10-нан 1 сағаттың 6 минутқа тең. 60-ды 10-ға бөліп 1-ге көбейтесін, 6 болады. 2-ден 1 минутымыз 30 секундқа тең. 1 минутта 60 секунд бар, 60-ды 2-ге бөліп 1-ге көбейтесін. 2-ден 1 тәулігіміз 12 сағат. Себебі 1 тәулікте 24 сағат бар, 24-ті 2-ге бөліп 1-ге көбейткенде 12 сағат шығады. Ал енді мына тапсырмаларды орында. 20-дан 1 минутта қанша секунд бар? 30-дан 1 минутта неше секунд бар? 15-тен 1 сағатта неше минут? 60-дан 1 минут дегеніміз неше секунд? Тексеріп көр. Жарайсыңдар.